менде Салай ханымның армандары орындалады, менікі орындалмайды деген хаттар келеді. Бірінші тәртіп, миға тәртіп, тілге тәртіп, ойға тәртіп, айналаның бәрі тәртіп болу керек. Енді қатаң тәртіппен жүре аламын деп айта алмаймын менде. Бірақ мидағы хаосты реттеп алған кезде армандар тез орындалатын болады. Сондықтан әрбір әйелдің өзінің үйінде өзінің бір угологы болу керек. Мысалы, ер адамдар өздерінің кабинетіне барады, жұмысына барады, тіпті өзінің машинасының ішінде өзінің бір кайф состояниеде сезінеді. Біз әрдайым хаоста жүреміз. Бала жылап атады, күйеу ұрсып атады, жұмыс бітпей атады, кредит төбеден квартплата келіп атады. Күнде таңертең кешке дейін бір хаос, тәртіпсіз режимде өмір сүреміз. Сондықтан қазір бүкіл өміріңізді, 24 сағатыңызды, 365 күніңізді тәртіпке келтіре алмасаңыз да, хотя бы үйде бір уголок күнделікті 20 минут дүние үйтіліп кетсе де, айналаның бәрі шулап кетсе де, 10 минут тай биін Салай ханыммен билеймін. Одан кейін егер намаз оқысаңыз, намазыңыз бар, намаз оқымасаңыз, дұғалардан бастаңыз. Мысалы, денсаулығыңыз бойынша, мысалы, 25 килограмм салмаққа түсем, махаббатыңыз бойынша, мысалы, күйеуге шығам, немесе ара қатынасымды күйеуіммен болып жасап алам, немесе жаңағы өзіңіз жалғыз болсаңыз, өзіме деген махаббатымды реттеп алам, өзіммен ара қатынасым жөндеп алам. Сосын ақша жағынан байлық жағынан бизнесімді ашам. Мысалы, осынша квадрат салон ашам, немесе тырнақ жасайтын салон жасам, немесе жаңағыдай ателье, киім тігетін ашам, дүкен ашам, базардан бутик ашам, любой өзіңіздің бизнесіңіз. 3 салаға, алтын балықтың 3 арманы секілді. Егер жазып үлгермей жүрсеңіздер, дәл қазір жан қалауыңыз, прям менің көзіме қарап тұрып айтыңыз өзіңіздің атыңызды. Мысалы, Айгүл, Майгүл, сен не қалайсың? Мен сенен қазір сұрап тұрмын, не қалайсың? Жан дүниеңе, жүрегіңе не керек қазір? Жаз. Прям қазір 3 арманыңды ойлап тұрып, мысалы, отношение, махаббат, денсаулық, түр, сымбат, красота, бәрін жазуға. Сосын 3-ші байлық. Махаббат, денсаулық, байлық. Осы 3-еуін қатырып алсаңдар, қыздар, келесі нәтижеге уже оқымай болады. Осы 3-еуін примерно жаз. Байлыққа бизнес ашам, немесе жаңағы әкім болам, немесе осындай айлыққа жетем. Прям четко жаз. Одан кейін адамда мына 3 арманнан кейін жанының қалауы болады. Предназначение деп айтады. Предназначение дегеніміз, мысалы, мына менің сіздермен жұмысым, это мое предназначение. Егер де предназначениеңіз таппай жүрсеңіз, жаңағы 3 арманнан бөлек, прям предназначениеңізді Алладан сұраңыз. Мен немен айналысуым керек? Және предназначение табу ол оп-оңай. Күніне жарты сағат өзіңе ұнайтын нәрсемен айналыс. Болды. Күнде, периодически. Күнде. Ағылшын тілін үйрену солай ғой. Күнделікті мен Duolingo деген приложение бар, сода 20 минут отырамын. Уже менің словарный запасым толықтырып келе жатыр. Сол секілді предназначение тіге аласың ба, жарты сағат күніне тік. Тамақ пісіргің келе ма, жарты сағат соған арна. Рецепттерді оқы, Google-ға кір, қазір көп қой. Мұғалімсің ба, мұғалім болғың келе ма, бала оқытқың келе ма, ағылшын, әйтеуір любой сол ғылымға, сол білімге, сол салаға күніне жарты сағатыңды арнасаң, все, сен 1 жылдың ішінде сол саланың генийі болмасаң маған кел. Біздің қазақтың әйелдерінің мықтылығын мен білем. Сондай сетевойда жүрсің ба, күніне жарты сағат сол сетевойға. Именно соған жанып тұрып, көзіңді жағып, бүкіл жан тәніңмен, не просто Инстаграмнан зерттей, адамдармен кездес, білмеймін, мысалы, тігінші болсаң, жаңағы бүкіл фэшн индустрия, Италия, сенде подпискада тек қана сол өзіңнің предназначениеңе арналған парақшалар ғана тұру керек. Ты этим должна гореть, жануың керек. Сөйлегің келе ма, осындай психолог болғың келе ма, психологтарды тыңда, не істеп жүр, қалай болып жүр, өзіңнің өміріңе қолдан, жаса, киім тігесің ба, өзіңе тігіп алып киіп ал, елдерге көрсет, мынаны мен тігіп алдым деп. Сондай, короче, сонда 4 болды, 3 нақты арманың, чего ты хочешь, и біреу предназначение. Мен жазып қоя аламын, өз жолымды тапқым келеді, өз нишамды деп айтасың ба, қазір бір трендовый сөзбен. Мен өзімнің жаңағы немді тапқым келеді.